Сәлем достар, менен сіздерге жаңа видео вафельный сүлгілер осындай кухняға өздеріңіз тігіп алсаңыздар да болады. Матаның расходы өте аз шығады, себебі 2/40 енді мата болып табылады. Мінекей қазір осындай көк түсті матадан бірге тігетін боламыз. Бұл жерде осындай ақ вафельный полотнодан тіккенмін, және де осындай қызыл түсті полотнодан тіккенмін. Размері шамамен 40-60 болу керек. Алдымен матаны өлшеп аламыз. Кейбір маталардың осындай төрт бұрышты осындай квадрат болып келіп тұр ғой. Солары кейбіреуінде үлкен болады, кейбір маталарда кішірек болады. Мысалы, мына ақ түстіде кішкене кішірек болып келеді, ал мына қызыл түстіде үлкендеу болып келеді. Сондықтан осындай кубиктарын санаймыз. Егер мына кубиктарымыз кішірек болса, 6-да 4 кубик қиямыз, ал үлкендеу болса, 5-те 4 кубик қиямыз. Бұл жерде осы көк матаның кубиктарын қазір шамамен санаймыз. Бізде 40-та 60 размерлі сүлгі шығу керек. Сондықтан осылай кубиктарын санаймыз. Шамамен шығарамыз, қанша штук шығуға болады. Осылай санап шығамыз. Шамамен 1 метр матадан 8-10 осындай 40-та 60 сүлгі шығады. Сіздер мата алған кезде осылай шамамен өлшеп алсаңыздар болады. Осындай кубиктардан артық алып қоймау үшін, мата артық қалып қалмау үшін осылай шамамен есептеп алыңыздар. Міне бізде 40-та 60 шығу үшін 5-те 4 кубик қиюымыз керек екен. Осылай қиып аламыз. Бұны қиюда өте жеңіл, себебі осындай белгіленген бөлшектері бар. Өте оңай, осылай қиып аламыз. Мінекей бізде ұзындығына 5 төртбұрышты кетті. Енді 4 төртбұрыштыдан өлшеп алып, осылай қиып аламыз. Жанындағы кромкасын алып тастаймыз, жаңағы жалбырлаған матаны алып тастаймыз шетіндегі. Мінекей бізде 4-те 5 кубик болды. Шамамен 40-та 60 размерлі сүлгі шығады. Матаның осындай бөлшектерге бөлініп тұрғаны өте қолайлы, сызып жатудың қажеті жоқ. Бірден осылай санап, тек қана қиып алып отырамыз. Мінекей барлығын осылай дайындап аламыз. Оң жақ бетін сырт жағына қаратамыз, іш жағын ішіне қаратып осылай бүктеп аламыз. Теріс оң бетін шатастырып алмау үшін. Мінекей оң жақ, теріс жақ деп белгілеп аламыз. Өзіне түсіне сай жіпті таңдаймыз. Матаның екі ұзын жағын бірінші тігіп аламыз. Матаны осылай 2 рет бүктейміз. Мата қалай жатады, солай тігеміз. Ешқандай созбаймыз, тартпаймыз. Бұл мата сондай капризный мата емес, бірақ тіккен кезде созып жіберсеңіз, дайын күйінде ол ерелектеніп тұрады. Сондықтан қалай тұр, солай басып қана тігеміз. Тіккен кезде басына закрепканы ұзартып жасамаймыз. Тек қана бір шаг алдыға, артқа, алдыға ғана басамыз. Және де аяқтаған жерінде де закрепканы солай қатты ұзартып жасамаймыз. Себебі сыртына мата
матаның сыртында әдемі болмай тұрады. Мінекей осылай артық жіптерін қиып алып тастаймыз. Енді ұзындығы бойынша екінші жағында тура осылай етіп тігіп аламыз. Енді ені бойынша екі жағында тура жаңағыдай етіп тігіп шығамыз. Мінекей сүлгілеріміз дайын болды. Енді размерін өлшеп көрейік. Қанша шыққанын. Ең бірінші екі ұзындығы бойынша және ені бойынша тіктік. Осы бұрышын өте аккуратно жасауға тырысыңыздар. Мінекей 60-та 40 размерлі сүлгіміз дайын болды. Сонда бізге ұзындығы бойынша 5, ені бойынша 4 квадрат кетті. Мінекей сүлгілеріміз барлығы дайын болды. Әр түрлі түстен осылай тігіп сатсаңыздар да болады. Үйлеріңізге сыйлыққа тартсаңыздар өте керемет таптырмас зат болып табылады.